Жақында мына көрпешені құрап болдым. Алты қиық дейді қазақша, орысша ромбик. Әуелі картон қағазға ойдым. Оны матаға салып, сызып, маталарды ойып шығарып. Үлкен еңбекті қажет ететін дүние ғой. Басқа құрақтардан гөрі қиындау болады екен. Немереме арнап құрап шықтым. Немереңіздің аты кім? Қай немере? Немеремнің аты Бегмай. Әжемнің жасаған дүниесі деп айтып қолданатын шығар деп ойлаймын. Қазақтың аналары көрпе көктеп, жүн иіріп, ерген жүннің жібінен қаншама киімдер тоқып, қазақ халқы солай жетілген. Біз аналарымыздан көргенімізді балаларымызға қалдыруымыз керек. Қазақта құрақтай құралар ма екен деп балдарына осылай жасау жасайды. Осы бүгін бітіріп қуанып отырмын. Балдарыма ұнады. Келешекте келіндерім, қыздарым осы жұмысты алға апаратын шығар деп үміттенемін. Құрақ құрау, көрпе, жастық құрау ол өте жақсы дүние, өзіме ұнайды. Балдарымның өмірі құрақтай құралып, аман сау жүрсе, осылай жарқырап өмір сүрсе деп армандаймын.